Біз айнаға қарағанда өзімізді қандай қып көрсек, жаратқан иемізді де сондай сипатта елестетеміз. Егер Алланың есімін естігенде бойыңды үрей, қорқыныш билеп, ұят қысса, демек үрей мен қорқынышта, немесе ұятты һәм күнәлі жандай ғұмыр кешіп жүргенің. Ал егер керісінше Алланың есімін естігенде оны мейірбан, рахымды, шапағаты мол жақыныңда елестетсең, өз бойыңда осы қасиеттерге толы болғаны. Айнаға қара жаным, кімді көрдің? Күн көрдің-ау, жоқ әлде түнді көрдің? Кімді көріп тұрсаң да, беу жан досым, өзіңде емес, сен жалғыз бірді көрдің.